Нағызға түсіндіре бер, бәрін түсіндіріп алыңыз жаңа лайфхакта. Қараңыз, ихфа не, моя қызым? Жасыру. Ихфа ол жасыру. Ихфа жасыру, нунды не істейміз? Келесі әріптің махражына жасырамыз, да? Енді қараңыз, бар ма осы жерде арамызда жат қайтып беретін әріпті сол? Жат қайтатын, сол 15 әріпті. Бар ма арамызда? Жат қайта алатын адам бар ма 15 ихфаны? Бар ма, жоқ ба? Жоқ, дәтінше жоқ деп. Ойланып, кім айтады екен, деп отырмай. Жоқ қо да арамызда. Енді қараңыз, мен сізге алған ихфаны YouTube каналға салдым, негізі әдемі. Енді қараңыз, қалай жаттау? Я не знаю, мен түрін тәсіл жасап жатырмын, адамға оңай болсыншы, оңай болсыншы, оңай болсыншы. Енді скоро сіздің орныңызда мен жаттамасам болар еді Құранды деймін да. Қараңыз, 15 әріп қалай жаттаймыз? Бет жаттайсыз. Тодата. Тодата. Моя қызым неше әріп болды? Тодата 3. Вовафа 6. Созаса 9. Қараңыз. Тодата, вовафа, созаса 9 әріп. Міне қараңыз. 3. Вот. Ұқсай ма? Жаттайтындым жоқ. Тодата, вовафа, созаса 9 болды. Джим, дот. Неше ол? 10. Джим шин. Ұқсай ма? Ұқсайды. Яғни жақын, да? Неше болды? 12 болды. Қоф кәф. Қоф кәф ұқсай ма? Ұқсайды. Неше болды? Осыны 14 айтасыз, не істейсіз? Ермен жауып тастайсыз. Фа дейсіз. Болды. Енді бірінші қас кереткенде болып беретін кәдімгіден. Түсіндіңіз, қараңыз, бастап. Тодата, вовафа, созаса. Одан кейін дот, джимшин, қоф кәф. Сосын ермен жауып тастайсыз. Фа. Неше болды? 15. Осылай жаттап алыңызшы, хотя бы. Bir жерге барғанда айфа әріптер біліп тұрмайтын дейді. Да? Хорошо? Түсіндің ме, моя қызым?